Сәлем достар, бүгін менің денсаулыққа 365 күн атты челленджімнің 22-ші күні. Давление бүгінгі таңда 126-90, альхамдулилля. Оның себебі деп ойлаймын, все гениальное просто дейді ғой, орысша айтқанда. Ұйқы дұрыс болу керек. Мен осыған дейін 5-6 сағат қана ұйықтайтын. Бүгін 7-8 сағатта ұйықтадым. Сонда давлением осыны 126-90-ды көрсетіп тұр. Альхамдулилля. Ұйқыларыңызды дұрысталыңыздар. Сонда денсаулықта дұрыс болады екен. Бірақ ары қарайда мен сол лопух согын ішіп, қарақаттың жапырағы мен мятаны қосып ішіп жалғастырамын. Мен бірақ қарақаттың жапырағын ішіп бастағандықтан лопух согын тоқтата тұрғанмын. Бір-біріне әсер ете ма, кері әсерін беріп кете ма, немесе қалай болатынын білмеймін ғой. Кешеден бастап қайтадан лопух согын іштім, және жатар кезде давление тағы да жоғары болып тұрды, 140-100 болып. Сол кезде мята мен су іштім. Мятаның жапырағын шайнап жедім. Одан кейін шын айту керек, мен өлшемей ертерек жатып қалдым. Сағат 10-да. Альхамдулилля, бүгінгі нәтиже өте жақсы. Енді 90-нан төменгі давлениені 90-нан 80-ге дейін түсірсек, тіпті жақсы болады. Денсаулықтарыңызға мән беріңіздер. Ең басты бізге қажетті нәрсе ұйқы, таза су және қозғалыс, дұрыс тамақтану. Бәрі бір-бірімен байланысты. Ұйқыны реттесек, организм, ағза өзін-өзі емдей бастайды. Альхамдулилля. Күндеріңіз сәтті өтсін, берекелі болсын. Бақытты болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын.